партнерларым, Пяси компаниясының партнерлары, сіздерге мен қазір личный кабинеттен, өзіңіздің жеке кабинетіңізден айлығыңызды қай жерден көре аласыз, балыңызды қай жерден көре аласыз, жасалған заказдың ақшасы, қанша ақша шешілді, қаншасы қалды деген сияқты сұрақтарға мен сіздерге жауап беремін. Қазір сабақ қараңыздар. Сонымен личный кабинетке кірген кезде мынандай бір деген цифраны тауып алыңыздар. Ортасында тұру керек бір деген. Тұрмаса басып қараңыздар. Каждый нәрсеге сол кезде шығады. Счет и баллы бір дегенге басқан кезде счет и баллы. Мінекей, менің профилім шықты. Садыкова Сандуғаш, мой профиль, ведущий бриллиантовый директор, күйеуімнің аты, сосын мен заказ жасап жүрген бюроның данныйлары шықты, сосын баллы. Қазіргі кезде балл ештеңе көрсетіп тұрған жоқ, өйткені қазір айдың ортасы. Баланс қарасаңыздар, мінекей, персональный счетта 969 теңге, подарочный счетта менде қазір 32.435 теңге, бонусный счетта 1.245.004 теңге, жемчуг, бриллиант. Енді қанша жаңағы заказ жасаған кезде қанша ақша кетті, қайда кетті, ең астында көңіл аударыңыздар. Оң жағында детализация деген кішкентай әріппен көк сөз жазылып тұр. Соған басамыз. Детализация. Мінекей шықты. Енді мына жерде көңіл аударыңдар. Детализация счеты. Мына жерде сасқалақтамаймыз, оқимыз бәрін. Персональный счет, бонусный счет деп тұр, подарочный счет деп тұр. Осының әрқайсысын сіздер басу керексіздер. Қазір персональный счет аққа боялып тұр. Яғни біз қазір мына жерде персональный счетта отырмыз. Егерде сіз персональный счетта міне 969 теңге менде жатыр. Егер сіз бонусный счет деген көкке бассаңыз, сіз бонусный счеттың ішінде отырсыз. Бонусный счет дегеніңіз сіздің овыңыз, объемное вознаграждение, маркетинг план бойынша тапқан ақшаңыз бонусный счетқа түседі. Яғни менің бонусный счетымда 1.245.000 теңге, 245.004 теңге жатыр. Енді міне қараңыздар, мен онында заказ жасаппын, отмена оплаты заказа деп тұр. Міне көрдіңіздер ме? Онында августтың тағды заказ жасаған екен. Сол кезде 15.452.000 теңге шешілген екен. Енді қараңыз, 9-ында оплата заказы, бұл жерде ештеңе жазылып тұрған жоқ. Так. Енді мына жерге көңіл аударыңыздар. Міне начисление бонусов по закрытию месяца. Бірінде 8, міне бірінші числода, мына жерде көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па. 1 августта маған 202.575 рубль маған начисляция етіліпті. Начисление комиссии за июль 2019. Рубльмен біз Қазақстанда теңгеге нешесінде ауыстық? 9-ында ауыстық, августтың. Енді қараңыздар, августтың 9-ында, мне 09.08.2019, снятие денежных средств с бонусного счета дистрибьюта, конвертация в тенге дейді, для перевода на обслуживание в Казахстан. Сонда теңгемен конвертация болды да, и 9-ында мінекей 1.245.000 теңге болып тұр. Поступление денежных средств на бонусный счет дистрибьютора. Конвертация тенге для перевода на обслуживание в Казахстан. Міне осы жерлерден сіздер бәрін отслеживать ете аласыздар. Өздеріңіздің айлықтарыңыз не қайда кетті, каждый тиын қай жерге кетті. Бонусный счет, біздің отырғанымыз. Енді подарочный счетқа бассаңыздар, мінекей подарочный счеттің ақшасы 32.435.000 теңге на счете. Осы нәрсе жат. Подарочный счет, қайда тиындарыңыз кетті, осы жерден бәрін көріп ала аласыздар. Мұқият болыңыздар, сасқалақтамаңыздар кабинетке кірген кезде. Бәрін оқимыз, басамыз әр жерге. Жақсы ма? Іске сәт.